Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге тілгеспек жоқ Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз елімізге ақш-тың мемлекеттік хатшысы Майкл Помпеоның ресми сапармен келуі. Бірінші ақпанда түнде ұшып келген Помпео жексенбі күні туыстары Шыңжаңда қамалған қазақ азаматтарымен кездесті. Бұл кездесу туралы Қазақстандағы ешбір ресми бұқаралық ақпарат құралдары жазбапты. Үнсіздіктің басты себебі біздің билік әлі де Қытайда лагерлердің бар екенін және онда миллионға жуық мұсылмандардың тек діні үшін қамауда отырған мойындамайды. Енді ақш-тың жоғарғы лауазымды дипломаты келгеннен кейін бұл жағдай өзгере ме? Сол туралы әңгімелесейік. Бұл сапардың негізгі мақсаты қандай? Содан бастайық. ақш мемлекеттік департаментінің мәлімдемесінде Помпеоның сапары орталық Азиядағы бейбітшілік, гүлдену және қауіпсіздікке деген ортақ ұстанымды бекіту мақсатын көздейді делінген. Бірақ оның астарлы жағында геополитиканың жатқандығын барлығымыз жақсы түсінеміз. Әлсіздеу елдер әрқашан күшік көп елдерден көмек сұрап, солармен серіктес болып жүреді ғой. Қазақстанның бұл орайда жағдайы жақсы деп айта алмаймыз. Біріншіден, Ресей мен Қытайдың қақ ортасында орналасқанбыз. Ал екіншіден, біз серіктес болғымыз келетін үш елдің өзара қарым-қатынасы да жаман. Бізге жасап жатқан зияны да бар. Ол үш ел Ресей, Қытай және ақш әрине. Және соңғы кезде орталық Азия мен Қазақстан осы үш елдің ықпалға жарыс алаңына да айналды. Ресей бұл жерде орыс тілді медиа арқылы жұмыс істейді. Елімізде ең көп қаралатын телеканалдар басшысында ресейлік ОРТ Евразия тұрса, радиолардың басым бөлігі де сол жағында. Кабельдік теледидар қарайтындар да көбінесе Россия 1, ТНТ, НТВ сынды телеканалдар. Мәскеудің Қазақстанға ықпалы әрине тек медиа саласында ғана емес, саясатта да анық көрінуде. Оған анық мысал ретінде Еуразиялық экономикалық одақтастық шеңберіндегі қабылданып жатқан шешімдерді келтіре аламыз. Одақ елдерінде шетел көліктерін әкелу қатты қымбаттағанның арқасында Ресей көлік өндірушілері біршама пайда тапқандығы белгілі. Ал біздің азаматтар қалталарына ол өзгерістер қалың шығынмен ғана шықты. Айтпақшы, 31 қаңтар күні шетел көліктерінің иелері дәл осы себеппен бүкіл қазақстандық митингіге шыққан болатын. Екінші, бізді өзіне қаратқысы келетін ел Қытай. Бұл елдің ықпалы біздің елге экономика жағынан келеді. Атап айтқанда, Қазақстан ұлттық банкінің ақпары бойынша тек өткен жыл ішінде ресми Бейжің елімізге $900 миллион көлемінде инвестиция жасаған екен. Ал өткен жыл қытайлық шекараның мәліметіне сай алғаш рет өзара тауар айналым $20 миллиард асырып жығылмақ. Ян Цзинь, Қытай, Ресей және Шығыс Еуропа, орталық Азия бойынша институты бөлімінің басшысы орынбасары бұл туралы былай деген екен. Инвестиция саласында бірқатар жетістіктерге жетіп отырмыз. Оған бір белдеу, бір жол стратегиясы мен нұрлы жол бағдарламасының ұқсастығы әсер етсе керек. Қытай өз қаржысын Қазақстанның өндіріс, құрылыс, инфрақұрылым, ауыл шаруашылығы сынды салаларына құйды. Одан бөлек жоғарғы технологиялар, инновация, медицина және туризм бойынша инвестициялық серіктестікті дамыту жоспарда бар. Статаның соңы. Одан басқа Қытай билігі біздің билікке адамдарды бейнебақылау жүйесін орнатуға көмектесуде. Өткен жылы Тоқаев Қытай Халық Республикасына ресми сапармен барып келіп, Қытай елінің технологиялық даму деңгейімен танысқан ақпараттары негізінде 2019 жылдың 8 қыркүйегінде Астананы әрі қарай дамыту мәселесіне қатысты ұйымдастырылған кеңесте сергек жол қозғалысын бақылау жүйесіне көңіл толмайтындығын білдіріп, сын айтқан болатын. Тоқаев өз сөзінде сергек жол қозғалысын бақылау жүйесі тек қана жол қозғалысы тәртібінің бұзылуын тіркеп, айыппұлдар өндіру мақсатында ғана қолданылатындығын, ал біздегі қала басшысы мен үкіметтің міндеті Қытай тәжірибесіне сәйкес бүкіл қоғам өмірі мен қала толық цифрландыру болып табылатынын атап өтті. Мәселен, тек қана бір түймешені басу арқылы кез келген азаматқа қатысты, оның қашан және қандай оқу орнын аяқтағанын, бос уақытында немен айналысатынын, басында қандай несиелері барлығын айқындайтын егжей-тегжейлі ақпарат алу мүмкіндігін қарастыру қажет екендігін айтты. Адамды бет әлпетінен танитын камера бүкіл әлемде бір-біріне кереғар пікір тудырып жатыр. Оның үстіне бұл жүйені жасап шығарған Қытай өзінің азаматтарының, соның ішінде Шыңжаң тұрғындарының жүріс-тұрысын бақылау үшін пайдаланып келеді. Астанада пайдаланатын жүйені Қытайдың Hikvision компаниясы әзірлеген. ақш үкіметі Шыңжаңда мұсылмандарды қудалауға қатысы бар деген күдікпен бұл компанияны қара тізімге енгізген. Одан басқа ақш сергекті құрастыруға қолдау жасаған Dahua Technology компаниясында қара тізімге енгізді. Осының арқасында онсыз да онша жақсы болмаған ақш пен Қытай арасындағы қарым-қатынас тіптен өршіп кетті. Ал американдықтар болса барлық күшін пайдаланып Қытайдағы лагерлер мен ондағы мұсылмандар жағдайы туралы хабарды барлық әлемге тарата бастады.
Помпеоның өзі де орталық Азияға келмей тұрып ақ оған атсалысқан болатын. Өткен жылы түрік текті неміс футболшысы Месут Өзіл Қытайдағы мұсылман лагерлері туралы жазып, бұл мәселеге назар аударуға шақырған болатын. Оған жауап ретінде Қытай басшылығы Өзілді Қытай теледидарынан көрсетуге қатаң тыйым салып, тіпті Қытай интернетінен де алып тастаған болатын. Міне дәл осы кезде Майкл Помпео футболистке қолдау көрсетіп, Қытай билігі лагерлерде өз елінің азаматтарын тарихтан өшіріп жатыр деген болатын. Оған жауап ретінде Қытай билігі ақш мемлекеттік секретарына бөтен елдің ішкісіне араласпасын деп ескерту жасады. Помпеоның Қазақстанға сапарының барысында басты тақырыптарының бірі мінекей осы Қытайдағы мұсылман лагерлері мәселесі болатынына ешкімнің күмәнді болмаған. Бірақ біздің билік оған ашық пікір білдіруге дайын емес болып шықты. Қазақстанға 1 ақпанда ұшып келген Помпео жексенбі күні туыстары Шыңжаңда қамалған қазақ азаматтарымен кездесті. Кездесу барысында ол біздің елдік билік басшыларымен кездесіп, осы мәселені көтеруге уәде берген болатын. Кейінірек Помпео Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердинмен кездесу барысында шынында да лагерлер мәселесін көтеруге тырысып, біздің ел босқындарға баспана беруді сұрады. Бірақ біздің министр оған ешқандай жауап берген жоқ. Кейін Помпео азаттыққа сұхбат беріп, ақш көзқарасын тағы да бір рет білдірді. Америка құрама штаттары өте айқын болды. Біз қайда жүрсек те әр адам өздеріне лайықты құрметпен және сыйластықпен қарауды сұраймыз. Шыңжаңда болып жатқан жағдайларға байланысты біз Қытай үкіметіне де, оның сапарында да Қазақстандағы үкіметке де бәріне дұрыс және тиісті түрде қарау керек деген үмітімізді білдірдік. Қазақстан үкіметі жақсы жұмыс жасады. Олар Қытай үкіметі сұраған адамдарды Қытайға қайтарған жоқ. Біз бұған қуаныштымыз. Бірақ бұл мәселені әлі де шешу керек. Бұл адам құқықтары үшін өте маңызды. Сатаның соңы. Біздің билік болса, Қытайда қандай да лагерлер бар екендігін мойындамайды. Ол туралы Тоқаев жақында ғана өз сұхбатында айтқан болатын. Что касается сообщений правозащитных организаций в отношении лиц казахской национальности, которые якобы содержатся в этих лагерях перевоспитания или Вы не верите в то, что концентрационные лагеря, дайте мне сказать, пожалуйста, концентрационных, как они утверждают, лагерях, эти факты требуют проверки. Многие сообщения, которые предоставляются международными правозащитными организациями, не соответствуют действительности, во всяком случае в отношении этнических казахов. Идет какое-то намеренное нагнетание вокруг этой проблемы. Мы понимаем, что это часть геополитики, поскольку Китай и Соединенные Штаты Америки столкнулись друг с другом в торговой войне. Как и закончатся переговоры? Будут ли сняты санкции, в частности, против Китая? Покажет время. Помпеоның келу-келмеуіне байланыссыз Қытайдағы мұсылман лагерлері мәселесі шешілуі тиіс. Әзірше біздің биліктен сұралатын бір ғана нәрсе, ол жақта лагерлердің бар екендігін мойындау ғана. Бүгін ақша қамын ойлап жүрген біздің билік басындағылар қазір Қытайдың істеп жатқанын бұрын нацистік Германияның істегеннен еш айырмашылығы жоқ екендігін естеріне түсіргіміз келеді. Германиямен алғашында Сталин де дос болғысы келген. Бірақ аяғы қалай болған барлығымыз жақсы білеміз. Адам құқықтарын бағаламайтын елмен бізге шынында достық керек пе? Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікіріңізді міндетті түрде видеоның астына қалдырып, лайк басып, каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Назарыңызға рахмет, көріскенше.